Гүлекең билеп кеткен түскен ара. Сұрақ жазғанда нақты жаз. Грамм сколько деген түсінбейді олар. Құлсардың баласы екен, ру серкеш. Сұрап алдым. Білесіздер мынандай марканы, Dolce Gabbana дейтінді. Нағыз джинси, таза джинси. Қанша Гүлекең? Бағасы 5655. Өкінбейсіздер, шын айтамын, өкінбейсіздер. Бұл жақтан келіп киінсеңіздер. Достар, біз алдыңғы келгенде бірінші келген күні осы комнатты алып едік қой. Гостиницада бір комнат осындай. Енді кішкентай тар комнат. Бұл жақта Қытайда деген үйлерінің өздері осындай. Мынау бір комнаттардың өзі осындай болады бұл жақта. Енді осыны ауыстырып алдық. Мына жерде келген күні кішкене қаттырақ иіс болды. Одан кейін екінші күні болған кезде кішкене жайлап әйтеуір иіс кетті. Енді міне бүгін терезесі барын ауыстырып жатырмыз. Мына комнатта терезе жоқ, терезесі анау. Ар жағы коридор. Сосын бір иіс аздау комнат бар екен ана жақта сұрап едік. Әйтеуір екі комнатта келтім бет, өздерің қараңдар деп. Соны шығып келатырық. Баратырық ауыстырып. Гүлекең мәз ғой әйтеуір. Мінекей қайттан көрсетіп жіберейін бе ана комнатты. Осындай бір комнат, бір ғана кішкентай комнат қой. Мысықтар мынандай. Ал, жүр кеттік барайық. Шынымен де мына тазалау екен бұдан. Шүкір. Біз шыққан сайын, күн сайын адам ұзақ тұрады да, күн сайын тазалайды. Bir gün тұрса да ауыстырады. Иә. Осы алға качкасын. Мындай басқа комнатқа ауыстырдық. Мына кішкене кеңдеу ма? Иісті жоқ. Нормально. Мына жуынатын жер мына жерде. Мына екі есік, біреу душ, біреу әжетхана. Орамалымен, бәрінің тәпішкісімен бәрінің дайын тұр. Қолды мен Гүлеке сыртқа шыға берейін. Бір жеріме бермей, мына екі күн тапсырам. Алтын алып қал, мана екеуін апарайын. Болды. Бұл жерде келе жатып Қазақстанның асханасы бар деп еді, үш жерде. Соны сұрап жатыр. Новый констатадан переводпенен көрсетіп жіберемін деп айтып жатыр. Көшеде бұлар деген сим-карта сатып тұр, сосын VPN-ге қосып береміз деп ұсыныс жасап тұр. Бұлардан алып көрмедік, біз кеше кетқанда шекарадан алып алдық қой. Al дейді. Қай жерде дейді? Я зарабатываю толки дома. Al дейді? Бұлай бар дей ме? Болды, кеттік. Рахмет. Видео түсе қалады дейік, бір жақсысы. Молодец. Міне дәл қасында тұр екенбіз ғой. Түрік, өзбек, қазақ мейрамханасы дейді. Азербайжан дейді. Осылай бәрі үш деген қатарынан тұр екен. Ал көрейік. Бісміллә деп. Осындай мінекей асхана тауып қазақша. Қазақ бауырларымыз қызмет етіп жатыр екен. Қазақстан. Осы жер Қазақстан. Қытай Қазақстан. Осы Гуанчжоудың. Сіздерің Алла береке берсін. Дами беріңіздер, өсе беріңіздер. Рахмет. Bizim көрермендерімізге салам алейкум деп қойыңыз. Қазақстандық көрермендерге. Салам алейкум қазақстандықтар. Рахмет. Ол өрседе болады екен. Әзірше шай менен самса жұмыртқаны алдық. Таңертеңгіге таңғы асқа. Бола ма, жарай ма осы? Нормально ма? Шай, ақ шай опсын. Самсаның дәмін көрейік. Сіген күшті ісі өтті. Біздің ішінде майы менен өтті. Еті мол. Майы менен мол. Күшті. Өзіміздің қазақтардың пісіргенде не жетсін. Жұмыртқасы да кешегіден басқаша шығар деп көреміз. Жұмыртқасы да кәдімгі өзіміздің жұмыртқа. Күшті кешегі жұмыртқада енді кішкене басқаша дәм болды. Мына кісілер міне отыр кел дейді. Өзіміз шақырып отыр, не шақырып отыр. Жей барамыз, жеу. Жақын жер. Рахмет. Отырыңдар дейді анжеге. Саған барып сөйлестім қасына барды. Бесплатно демейді. Ауытса дейді. Мынаны Гүлекеңнен не екенін білесің бе? Не екенін білесің бе? Даже Гүлекең білмейді осы жақта жүрген. Мынаның астында базар дейді. Астына кіресің ғой, кеше айтты ғой, жердің астын бәрі базар деп. Жердің астын бәрі базар ертең көрсетемін.
Жоқ, мана неге барып алайық, ана сол жақта жүр екен. Так, жаңа қазақша асханадан шықтық. Енді жегеніміз жаңағы ғой. Мен қаншаға шықты? 48 юанды көйтіп жүрш. 8 төледің бе? Қатты арзан емес, 50 юан ғой, сонда 3,5 3,5-ға шықты. 2 жұмыртқа, 2 самса. Bir şey. 3,5 Sonra тамақ ішсек 10 мыңға шығайын тұр. Ал. Осындай бұл жақта. Енді білмеймін, басқа жерлерден жейтін жерлер бар шығар. Кеше асханамыз оның қасында бұндардікі 3200. Қанша төледі? 23-тен 46 юан төледі. Я, онда нәндерлік тамақ жедік кәдімгі дейді. Кеше көрсеттік қой видеода. Şu жерден көрсеңіздер болады. Жоқ, түсірдім ғой. Так, үлкен кәдімгі неже тамақ жедік, қойып кеттік. Мен тауыс алмадым. Гүлекең бәрін басып алды. Бір-бірден. Оны біреуін, екеумізге біреуін алсақ та болатын. Соның өзі осындай ақшаға шықты ғой. Бұдан да арзан шықты. Так, енді не айтам? Жаңа сосын шығып келе жатқанда кімді көріп қалдық? Кешегі аэропортта бір қазақ үлкен апа менен ағаны көріп едік қой. Олар үрімшінің қазақтары. Осы жаққа қыдырып келдік деп еді. Солар тұр алдымызда асханадан шығып кетсек. Танып қалды ана апа бізді. Мен апашты қайдан көрдім деп тұрып сұрап жатсам, кеше бірге келдік қой дейді. Ойбой деп ағаға амандасып. Олар да сол жерге келіп отыр екен, сол жерде сіңіліс жасайды екен сол жерде ана асханада, қазақша асханада. Солай сөйтіп жүріп жатыр. Енді қазір біздер Шарик деген базарға барамыз. Ол базарда енді көрсетеміз. Оның ішінде кілең бренд киімдер сатады екен. Мен түсінігім бойынша. Қазір сол жерге бір жігіт келді деп еді. Сол жігітпен кездесейік деп бара жатырмын. Көреміз, қалай не болады, не айтады деген сияқты. Ал бұйыртса сол. Шарик базары деп адресіменен тауып іздеп жүріп, осы жерге келдік. Жаңа бір Қытай кісіден сұрап едік. Осы жерде еді. Енді манағы қазақ жігітіміз тауып алуымыз керек. Жазып жібердім, қай жерге барайын деп. Бір білетін кіші айтса, қай жерге келетінді барып тауып алатынды. Енді қазір көреміз. Ішіне әрді кіріп жүре берейік те, может кездесіп қалармыз. Талай қазақтармен кездесіп қалып жатырмыз ғой. Кеттік кірейік ал ішіне қарта бұйыртса. Бисмилля. Шынымен де мінекей нағыз таза бренд киімдер. Нағыз таза бренд киімдер. Осылар көрініп тұр, я? Ұстап қарамай-ақ та, сыртынан көрініп тұр ғой заттар. Материал вообще басқа онан. Да? Қалың сияқты, бірақ жым-жым-жақ жығас сияқты. Не, күшті. Приятно, да? Бағалар жазылмаған ба? Қалай еді, Гуччи, Гавана дейтіндердің бәрі үшеді ол мүмкін. Оде спейкі дейді ол. Ал кеттік, көрейік. Музыка айқайлап тұрын олар біздер. Гүлекең билеп кеткен сізген ара. Зергерлік бұйымдар. Міне алтындар ма екен? Білмейтін ғой сан. Сұрап қарап переводчигіме. Мен түсірмей ақ қойым, олар түсірткізбейді шығар. Сұрап қарап перевод. Бола ма тұрсын? Мынандай зергерлік бұйымдар. Бұны түсіруге болмайды деп айтқан жоқ, пока что түсіріп жатырмын. Алтынға ұқсаймын олар. Қызар? Алтын бәрі өтсін, да? Алып көрейікші, бағаларын тұрыш. Алтындарды қара, қайсы? Мын жағынан барсын. Мын жағынан келді. Көрейік. Қай жақтың алтыны? Ол алтынға ұқсай ма? Айтты ғой, бұяқтың алтындардың түрлері басқаша сары. Қызғылт па? Жеп жұқа ғой қасқа? Грамма қанша чиш? Гүлеке ана переводчикке сұрақ жазғанда нақты жаз. Грамм сколько деген түсінбейді олар. Грамм золото сколько стоит деп нақты жазу керек та.
Сонда айтады. Жаңағы іздеп жүрген кісіміз мүлдем басқа жақта жүр екен. Маған картасын жіберді. Бұл жерде қытекеңдерге көрсетіп сұрап алдым. 1 километрдей жүруіміз керек екен. Бұлай қарта тағы да. Үлкен болып тұр ғой. Мынау да бренд базар. Ол шеті ар жағында болып тұр ғой. Нағыз кіретін орта жерлер. Ал не болды, Гүліке? Гүліке дымда түсініп кетқан жоқсың да сен де? Осы жерден жаяу өтіп барып барамыз. Күндегі көшесі, сары таксилер қымбат алады екен негізі. Ше байқағаным. Кеше сары таксимен келдік пе, қызылмен келдік пе? Жоқ, қызылмен келдік. Сарыға отырып көрген жоқпыз. Өтірік айтып қойдым. Қызыл жанып тұр, Гүліке. Мыналар нағып тұр екен. Қызыл жанса да жүре беретін еді адамдар. Жүгіріп баатыр соның өзі. Нә. Қызыл жанса да жүгіріп кетіп баатыр. Жасыл жанғанын күтеміз сен. Ұзақ жанады, неше адам өтіп өтіп, мотоциклдің қаншасы өтіп өтір ана қара. Ойбу! Несен қағазды? Сұрап алдым. Сұрап алдым. Бұл қағаз болғанда салфеткілері бар ғой. Иә. Қандай? Тряп? Иә, жоқ. Қағаз емес, мата сияқты. Тряпкі сияқты ма? Иә. Иә. Бұлардың ана туалетный бумагаларына дейін сондай ғой? Да? Иә. Шарик деген базарды мана іздеп жүрген жерімізді тауып, сол жерден өзіміздің қазақ бауырымызға кездесіп, сөйлесіп, мадамер біраз әңгіме айтып, Құлсардың баласы екен, Ру Шеркеш. Қазір көрсетем, таныстырам. Аты Сапарбек, өзіміздің ауылдың баласы. Қараңызды? Құлсары жылай деп жатыр. Көре берсең, жүре бересің деген, мінекей, мына 30 миллионға жуық енді, 30 миллион ба, 25 миллион ба, сондайға жуық халық тұратын жердің ішінен қазақ, оның ішінде қазақты талай көріп жатсық қой, Құлсарының, Шеркештің баласын тауып алып тұрық қой. Ал керек болса, өстіп қорықпай шыға беріңіздер, жүріңіздер. Мен де ешқандай көзім жұмық, дым білместен келдім, мінекей адамдар өздері әйтеуір алан қалауменен сәтін салып кездесіп жатыр. Бірімізден сұрап жатыр, олдан осы жақтың жағдайын қалай жүреді, қалай тұрады деген сияқты мәселелерді. Осы Гүліке самсаға заказ бердік, иә? Үш жердің самсасы жақсы екен деп, тәтті екен, дәмді екен деп, самсасын жеп көрейік деп жатырмыз енді бұйыртса. Қызметтері, сервистері мықты ғой енді. Шай деп айтып үлгерген жоқ, шы деп жатқаннан шай әкеліп беріп жатыр. Мықты. Олар ұйғыр бауырлар екен. Жалтыратып керемет қылып ашып қойған. Енді Шарик деген атақты базардың ішін барып аралайық. Сол жерден көрейік, бағаларды көрейік, не бар қанша. Бұл жерде бренд заттар екен, енді качествосы мықты заттар. Дала жаңбыр әлі басылған жоқ мінекей. Мана құйып бастап еді ғой. Бұл жақта жазда солай екен, жаңбыр болып тұрады. Көше ұшу да. Ондай бауырларымыз бар. Бұлар әрқайсы, әрбір ұлт өздерінің ұлтының кафесіне келіп тамақтанып тұр ғой. Ал. Сол жаңа біз барған ұйғырдың кафесі. Ал міне Қытайдың атақты Шарик базары. Бүткіл қазақтар келетін осы базар. Шарик деп жүргендері. Бұл базардың аты негізінде басқаша, қытайша атауы. Бірақ біздің қазекеңдер осылай Шарик деп ат қойып алған базар Шарик. Осы Шарик. Мінекей, бұл Шарик айналып тұрады екен, жан жағынан су фонтаны атып тұр. Өзі айналып тұрады осылай. Екі жағы базар. Бір жағы киімде, бір жағы киім, бір жағы кілең сағаттар деп түсіндірді маған. Қол сағаттар бар ғой, яғни. Бізде Қазақстанда ең қымбат 500-700 мың миллион жарының сағаттары бар ғой, 3 миллион 4 миллион сағаттары. Осы жерде арзан екен. Шарикке келсеңіздер, осы базар бізге келіп жатқан. Ал Гүліке, қайда кеттік? Барамыз ба? Мына жерде Армани Найт деген киімдері 20 юан дейсің ба? Қайсысы? Іш киім біреу 20 юан ба? 20 юан болса мың теңге да? Ол ондай қатты қымбат емес па енді? Брендке ма? Иә, брендке. Найктікі ма? Арманидікі ма?
Мысалы, мынау көйлек теңгеменен 7,5 теңгеге шығып тұр, мына көйлектердің бәрі әртүрлі цветтері бар. Ал бізде 7,5-ға сол пиған бір киіп тастайтын жаман көйлек аласыз. Ал мынау кәдімгі, ой, жұп-жұқа, күшті жұп-жұқа болғанда андай матасы алыстан көрініп тұрған. Мінекей фирмасы мынандай. Осындай соншама киімдер бар мына жерде. Тағы да басқа. Бағалар әртүрлі болар енді. Мынау қаншанікі екен мыналар? Мына қысқа жең көйлектер екен, мен басқа бірдеме деп ойлап қалдым. Қысқа жең көйлектер. Қисайтеліп қоясын, мен басқа бірдеме деп ойлап қалып едім да. Сол енді 7,5-8 мың, 7 мыңның айналасында көйлектер. Керемет енді сапасы деген бар ғой. Көзге көрініп тұр, көзге. Қараңыздар. Көрдіңіз бе? 6700. 6700 дейді. Біреуін алайын ба? Мынандай сен алау жақ кетінен. Қызыл ала керек, қызыл ала. Ада екенін білеміз. Күшті, керемет. Жоқ, ол түсі бір түрлі ғой, көйлекке. Жер көрейік. Арзан. 6700 дейді, 7000-ға жаман көйлек аласың дейміз де. Оның қасында дейін, мыналар бізде 15 мың мол бар да, 15 мың. Одан қымбат болмаса, одан арзан емес. Не екен, алтындар ма көйлекке? Алтын? Алтын ба? Слушай. Қанша деп отыр? 21 мың. Мынандай әшекейлер бар екен. Мынандай әшекейлер бар. Алтын болса жақсы екен. Алтын шығар сұрақ қой. Бұл не ма? Жас адамдар таға ма, әлде үлкен адамдар тағатын заттар ма? Мына жерде күшті сақиналар тұр, жап-жалпақ сақина тұр. Ал чайный сияқты екен ол. Енді қандай дейді? Не дейді? Енді бренд заттар ғонда. Болады ғонда алуға. Қарайып кетпей ме? Не қалмайсың? Ал кетті. Ал дегенде алған жоқсың өзің біледі. Мынандай. Мынаны білесіздер, мынандай марканы. Dolce Gabbana дейтінді. Киімдері тұр, бірнеше түстері тұр. Қанша деп ойлайсыздар? Мына футболканың бағасы 8482 теңге. Мен үстіме қарасын киіп жүрмін ғой. Dolce Gabbana емес, бірақ осындай материал. Шамаллау, Алматының барахолкасынан алдым. Соның өзін 10 мың қалдық да, 10 мың қалдым. Қара түрін. Бұл простой. Ал мынау Dolce Gabbana. Білесіздер өздеріңіз 8400 теңге деп тұр мына жерде. Яғни бұл Алматыда одан 300 қымбат па. Енді не қылар? Аламыз. Көлеке. Жүр. Сен ал өзіңе. Деп айтады екен дейді. Көреміз, қазір келдік қой, аралайық жүр. Қайсы Dior? Dior'дың киімдері тұр ал. Қанша дейді? Dior. Фотоға түсіруге болмайды дегесін айтып тастадым. Айтшал неше деген, шок боласыздар. 600 теңге. Аш үстімен. Dior'дың киімі, аш үстіменен 10 мың. Ал бізде қанша алыр? Қымбат қой, олар 100 мың теңге тұратын шығар. Ана, неден қарасаңыздар. Базарда болмайды ол, ана. Жоқ, Есентай молдардан қарасаңыздар ғой, Алматыда. 100 мың айналасында келіп тұрған 70-80 мың ғой. 10 мың дейді, достар. Мына жерде джинси көріп қалдық. Кәдімгі оригинал джинсилар. Мынандай фирманікі. Аз джинси, таза джинси. Қанша келеді? Бағасы 5655. Ал, мына джинсилер 5655 мінекей. Качествосы дейтін енді бар. Орттыр, кәдімгі таза джинси. Мен ұстағаннан белгілі. Мынау күшті шалбар. Жұп-жұқа материал деген енді. 4000 бірден бе, да? 4200. 4200 теңге. Мынандай фирма. Брендтер таза кән. Қолға ұстамақ түгіл, алыстан көрініп тұрды, мен мұнда алып. Бұл Шарик базарындағы оригинал киімдер ме, очкилерді қара. Очкилердің түрі бар екен. Қарайықшы, очки арзан болуы мүмкін. Мына бір очки бар, маған бақырайып қарап тұр екен. Осы очкиді қазір киіп қарайыншы. Қараңыздаршы, достар. Қалай болып тұр, сіздер айтыңыздаршы.
Очкиді кигенде бар ғой. Ой, джентльмен болып кеттің ғой, мына қараңыздар. Ұрып тұр, қанша дейді? 15.550 теңге дейді. Алайын ба? Бренд негізі. Қандай бренд дейді? Білмеймін қандай екен. Жай күшті болып тұр ғой да? Керім болып тұр. 15.550 теңге. Түсіретін шығар түсіртсек. Бір очки алмаймыз ба не, Гүлке? Ал. Қазір тағы да қарайық, иә? Бар бұлармен саудаласу керек негізінде. Гүлкеңе очки таңдады, сен таңдай алмай тұр. Ана жерде жан бірдеңе ұстайды. Міне Гүлке. Мына да кетіп қарашы міне. Қандай ғой көзі? Ешесің. Сосын айтамын ғой қандай болып тұрады. Күшті болып тұрады. Қандай емен бар екен, жібіменен. Қайсы? Әне керемет болып тұрады. Мә, шетелдің әйелдері сияқты болып кетті. Е, қарашы, айнаға қарашы өзің. Көріп тұрмын ғой айнадан. Мә, қара. Қалай болып тұр ал? Мен таңдаған қалай болып тұр? Бағасын сұрайын. Мына қанша қыздар? Сен айтқанда қандай? Девушка? Неше дейді? 240 юан көйч. 16.900. 17 мың. Несі бар анан? Керемет емес пе? А? Мына базарға келгенде адамда ауру болады екен. Шынымен де ауру болады екен. Мыналар қанша девушка? Бұл көз тартып, көзге көрініп тұр да бәрі керемет әдемі екен. Сапалы екені ұстап қарамай-ақ. Алыстан мен мұнда көрініп тұр. Келіп отырып алып қарап отырмын. Аяқ киімдер бар. Тек қана аяқ киім емес, жалпы бұл Шарик базарындағы заттар бар ғой, адам шынымен де ауру. Бұл жерге келгенде көп ақшамен келіп, киімге арнайы ақша алып келіңіздер. Өкінбейсіздер, шын айтамын, өкінбейсіздер. Бұл жақтан келіп киінсеңіздер, сіздерге басқа ең арзан деген қала Алматыда, осы жердегі бағадан бір 3 есе 2 есе қымбат болады ол точно. Қараңыздаршы, мына аяқ киімді қанша деді мына мен? 28 мың. Көрсетші мына мен қазір. Мына аяқ киімнің бағасын сұрадым. Ол 28 мың теңге. Мынау көрсетейін ба, мінекей осындай. Оригинал деген. Мынаны алатын болсаңыздар 10 жыл точно келесіздер ғой. Иә, 10 жыл жыртылмайды деген сөз ғой, 10 жыл бойы. Остырастыр 10 жылда басқа аяқ киімге. Тек қана бір күн ғана бағасын айттым. Тағы да сұрадың ба Гүлке? Мыналарды сұрадым. Иә, қанша дейді? 31 дейді. 31 мың теңге де? Иә. Теңгемен 31 мың. Бұлар деген бар ғой, мен саған не деп айтпай-ақ қояйын жаңа. Барахолка де болмайды бұлар. Бұлар болса ана үлкен-үлкен дүкендер бар ғой. Не Есентай мол деген сияқты дүкендерде 300. Мыналарда күткен қаш? Ол да неше деді? 31. 31 мың теңге. 31 мың теңге мұндай аяқ киім келмейді бізде. Шын айтамын достар. Келсеңіздер көп ақшамен келіп, ақшамен келіп киінсеңіздер, ешқандай да өкінбейсіздер. Прада менен Гуччи тұрмын. Итальянский. 33 мың екен. Қайсысы? Мыналар. Мынау 33 мың. Мынау ше Гуччи. Екеуі бірдей. Бірдей екеуі. 33.924. 34 мың. 34 мың теңге. Екінші этажына келдік. Аралап жүре берсең бәрі бар екен. Киім қарайсыңдар ма? Киім болғанда ояқтан да штучный киім алғанда бәрі қымбат. Жүректі көріп атық просто. Оптым көп алу керек. Арзан дегенде біздегіден арзан. Ана Пиндода да бар ғой. Бірақ керемет заттар сапасы. Ол простой ғой, Пиндода да ең не алады екен. Не қарасақ, не көрсетсек болады достар. Бұл жерде детский киімдер бар екен. Халау. Мынау детский тым жақсы күшті киімдер тұр. Мынаны сұрашы ал юанның. Қазір сұрайын. Қазір Гүлкен сұрайды анан бағаға. Мынау қанша? Тройка ма, двойка ма? Money. Иә, money. This is things. 1, 3, yeah, one set. Jaga sisi pantolon 180. 180. 12 мың общий. Енді? This is the 150. Notice. Иә. 150. 10 мың. Қалай качествосы айтшы, өзің айтшы. Жөп жұмсақ екен. Мынау қап-қалың сияқты болып тұр да түрі де. Иә. Бірақ материал жөп жұмсақ. Жеп жеңіл. Тройкеге это бұл жақсы баға. Тігістері қалай? Тігістері ма?
Күшті екен. Замоги деген ол тірек қалу деген жоқ шығар ол. Ана қара. Зырылдапты. Әдемі екен. Бәрін сұрай бермей ақ қояйық, ұят болар. Алмағасын дейсің бұл жерден сразу. Алым жерде мінекей. Не ал дейді мен. Костюм шалбарлар. Мынандай фирманікі костюм шалбарлар. Гуччи. Біреуін сұрап көреміз ба? Сұрап көрші әдемілер. Мындай ерекше екен. Қайсысы? Ерекше костюм екен. Қайсысы ұнап тұр саған? Сұра іштегілердің бірін сұрайын. Жылтырақ тойға киетін костюмдер болады екен, андай тамадаларға деп қойды. Иә? Бізге, мысалы біздің возрастағыларға киетіндерге бір ерекшелігінен сұрайықшы. Мынау болмайды шығар, мынау ақшыл екен. Мынау қанша? Жоқ, бағасын дұрыс, бағасы. Мынандай фирманікі. Қанша дейді? 48 мың. 48 мың теңге. 48 мың теңгеге бізде қандай аламыз, достар, өздеріңіз білесіздер ғой. Сер костюм шалбарлар вообще. Бішкекский ма, сондай бір арзан сападағын аламыз ғой енді. Шынын айтқанда да. Олар енді европейский качестволар шын. Сыртынан құрамай ақтын тұр, қақсай бергім келеді, айта бергім келеді, иә. Олар бәрін бағасы шамайын бірдей шығар мінекей. 100% ал деп тұр, мақта деп тұр ма? Бір дара костюм қанша? Шалбары жоқ па оның? Дара сияқты. 80-ді көйт жіберді. 48 мың. 48 мың. Тек қана үсті ма? Бәрі жобамен 48-50 мың. Шалбар бар ма? Шалбары бар дейді. Шалбарымен 48 мың теңге. Бізде дейтін айтып тұрмын, 150 болады точно. Иә. Барғанда Есентай молдан көрсете аламыз ба? Бағаларын көруге болады, иә. Көрсетеміз, даже бар, Есентай молға барып көрсеткен бағаларымыз бар. Осы каналымыздағы видеоларда. Сонда көресіздер. Миллион теңгенің 900 мың, 800 мыңның костюмдері, киімдері бар екен. Сондай киімдер. Костюм шалбар аламыз ба саған?